Сәлем балалар, әдебиетті оқу 2-ші сынып 20-ші сабағы менің әжетайым. Бүгінгі сабақта өлеңнің ұйқасқа құрылатын мән беру, ұйқастарды пайдаланып өлең құрастыру. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып сөз жұмбақты шеш. Әкемнің анасы маған кім болады екен? Әже. Анамның ақ жаулығы. Әжем ертегі айтады. Сонда мына жерде қоңыр берілген сөзде әже деген сөз шықты. Балалар, сендердің әжелерің қандай? Сол туралы айтып кетуге болады. Туралы Фариса Оңғарсынның өлеңін мәнерлеп түсініп оқыңдар. Тентек болсам ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді, тәттінің де жасырып. Тосып тәтті дәмдерін, ол бар жерде бал жедім. Мен ұйықтарда айтады, ертегісінің әндерін. Біздің үйде осындай әжетайым бар менің. Яғни әжелерің расында да қай жерден келсе де тәттіні, базарлығын сендерге ала келеді. 3-ші тапсырма, ұйқас тұрған өлең жолдарын белгіле. Тентек болсам ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді, тәттінің жасырып. Енді 1-ші шумақта бұл өлеңнің 1-ші шумағы алынған. Енді ұйқастарын табайық. Ашынып, асырып, жасырып. Яғни 3 тармақтағы сөздерді ұйқасып тұр. Оны біз шаршымен белгіледік. Ал енді ұйқаспайтын сөзді жүреді, оны дөңгелекпен. Енді бұл жерде ұйқастарды қалай талдаймыз? Алдымен бұл жерде неше буыннан тұрады екен? Бұл жерде 7 буыннан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 буын. Екіншісі 8 буын. 3-шісі 5 буын, соңғысы 7 буын. Енді әріптемегіміз А, яғни ұйқасып тұр екеуі, Б ұйқаспайды, соңғысы ұйқасады. Сонда бұл қара өлең ұйқас екен. 7-8 буынды өлең. Ұйқас 2 жол өлеңнің соңғы сөздердің бірдейге жақын естілуі. Болады тек қана 1-ші тармақпен 2-ші тармақты жаңағы ұйқасады. Тосын 3 пен 4 ұйқасып тұрады. Ұйқасу сөздері ақындардың өлеңдеріне байланысты. Енді өздерің осы 2-ші шумақты өздерің талдауға болады. Мысалы, мына жерде қандай сөздерді ұйқасып тұрғанын. Тапсырма ақын қолданған сөздердің мағынасын сәйкесі. Ренжіп, ашынып, асырып, мақтап айту. Өлең жолдарын өз бетінше жалғастыр. Мен ұйықтарда айтады, ертегісінің әндерін, маған айтып жатады, өлеңдерін, күйлерін. Енді бұл жерде ұйқасатын жаңа мен айтып кеткендей, 1-ші тармақ пен 3-ші тармақ ұйқасып тұр, 2-ші тармақ пен 4-ші тармақ ұйқасып тұр екен. Енді қарайық, неше буыннан екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 буынды екен. 7-8 буынды өлең деп айтуға болады. Балалар, бүгін біз өлеңнің ұйқастарын таптық, және өлеңге өздеріміз құрастырдық. Әже туралы өлеңді мәнерлеп оқыдық. Осымен сабағымыз аяқталды.